Қарқара көтерілісі хан тәңірі өңірінде өткен Қарқара көтерілісінің 100 жылдығына арналады. Бірде өнердегі бауырым, тарихшы, домбырашы Аман Күнекеев Мұхтар Әуезовтің қилы заман повесінің мазмұнын әңгімелеп беріп, 1916 жылы жетісу жерінде болған Қарқара көтерілісінің тағы бір тарихи атауы Албан бұғы көтерілісі жайлы екенін сөз етті. Көтерілісте ұзақ жәрмеңке бастаған батыр бабалардың жеріміз үшін иық тіресіп соғысқаны, орыс саясатына қарсылығы жайлы баяндалады. Осы ұзақ әсерлі әңгімеден қатты толқып шабыттанып, ішкі жан дүнием күйге ұласа кетті. Ең алғашында бұл күй шертер аспабында орындалып нотаға түскен болатын. Қазір сіздерге ÜшIşektıdomбырада тарту етпекпін. Қарқара көтерілісі, күй реквием.